Ассалаумағалейкум, сәлем баршаңызға. Ораза ұстаған адамның жіберетін 17 қателігі. Тамақ туралы көп ойлау. Кей адамдар ораза тұтуды тамақтан шектелу деп қана түсінеді. Әсіресе әйелдер қауымы бар күнін ауыз ашарға немесе сәресіге тамақ дайындаумен өткізіп, құлшылық жасауға уақыты қалмай жатады. Ал имамдар бұл тұрғыда ысырапсыз ас ішіп, жүректі иманмен толтыруға көбірек көңіл бөлуге кеңес береді. Құранда осыған байланысты: жеңдер, ішіндер, бірақ ысырап етпеңдер. Күдіксіз Аллах ысырап етушілерді сүймейді деген. Бұл пайдалы ақпараттар арнасы. Сіздермен Гүлназ. Арнама тіркеліп кетіп, лайк басып, қоңырауша белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар. Шамадан тыс тамақтану. Кей уақытта адамдар күндіз ашығып қалмау үшін сәресіде әбден тойғанша тамақтанып алады. Сондай-ақ ауыз ашқанда да күндіз жіберген тамақтың орнын толтырады. Өте көп тамақ жеу дұрыс емес. Пайғамбарымыз оған Аллахтың сәлемі мен игілігі болсын, расында адам баласы асқазаннан асқан ең жаман ыдысты толтырған емес. Бойына күш-қуат жинау үшін оған аз ғана тамақтың өзі жеткілікті. Ал егер одан көп тамақ жеу қажеттілігі туындаса, асқазанның 1/3 тамаққа, 1/3 суға және тағы да 1/3 еркін тыныс алуға арнасын деген. Көп тамақ жеу адамның жүрегіне бейқамдық орнатып, жалқау етеді. Күндіз бойы ұйықтау. Ораза күні немесе көп бөлігін ұйықтаумен өткізген адам Рамазанның басты мақсатын жіберіп алады. Себебі олар жеңілдік пен оңайлыққа талпынудың құлдары болып қалады. Олар аштыққа шыдамай, байсалдылық танытылмаған соң көп ұйықтайды екен. Ораза ұстаған адамға күнінің көп бөлігін ұйқыда өткізу бұл немқұрайлық болып табылады. Уақытты бос өткізу. Қасиетті Рамазан айының әрбір минутын үлкен құндылық ретінде көру керек. Сондықтан бұл уақытта мейлінше Аллахқа құлшылық қылып, көбірек оның игілігін алуға тырысу ізгі амал болып саналады. Күні бойы бейне ойындар ойнап, музыка тыңдап, фильмдер мен күмәнді бағдарламалар көру мен өткізу де қателік болады. Ораза ұстап, бірақ тыйым салынғаннан тыйылмау. Ораза ұстаған адам ғайбат әңгімеден, ұрысудан, бәдік сөздерден, реніштен және тағы да басқалардан тыйылуы керек. Пайғамбарымыз оған Аллахтың сәлемі мен игілігі болсын, былай деп айтқан: егер сендердің біреулерін өтірік айту мен басқа да надандықтан дүниелерін жасауды қысқартпаса, онда Аллахқа оны ішіп жеуден тыйылуы қажет емес деген. Сәресіге немқұрайлы қарау. Пайғамбарымыз оған Аллахтың сәлемі мен игілігі болсын, былай деген: сәресіде ішіп жеңдер, өйткені онда береке бар деген. Сондықтан бір ғана құрма немесе бір жұтым сумен болса да ауызды бекітіп дұға оқу керек. Сәресіге ұйықтап қалып, ораза ұстамау. Кей адамдар сәресіге ұйықтап қалса, оразасын жалғастырып ұстай берген жөн. Азан шақырылған соң, ақшам намазының уақыты шыққанша ішіп жеуді жалғастыру. Ораза тұтқан адам ауыздарын ашқан соң көп тамақтанатыны соншалық ақшам намазының уақыты шығып кеткенін байқамай қалады. Анығында бұл дұрыс емес. Пайғамбарымыздың оған Аллахтың сәлемі мен игілігі болсын, сүннеті ауызды ашқанда су ішіп, бірнеше құрма жеп, бірден ақшам намазын оқыған. Құлшылық жасап болған соң келіп тамақтанған денсаулыққа да өте пайдалы. Дұға қабылдануының алтын мүмкіндігін жіберіп алу. Ораза ұстап жүрген адамның дұғасы ауыз ашқан кезде қабылданатыны белгілі. Пайғамбарымыз оған Аллахтың сәлемі мен игілігі болсын, былай деп айтқан: 3 адамның дұғасы кері қайтарылмайды. Әкенің балалары үшін дұғасы, ораза ұстаған адамның ауыз ашқан кездегі дұғасы және жолаушының дұғасы деген. Осы қымбат уақытта отырып дұға қылудың орнына көптеген адамдар ас дайындаумен, бос әңгіме құрумен немесе тамақ ішумен айналысады. Ауыз ашардан бұрын 5 минут өз қажеттіліктеріңізді айтып, шын жүректен Аллахқа бет бұрыңыз. Әрине, өзге де мұсылмандардың қажеттіліктері туралы ұмытпаңыз. Ораза ұстап, бірақ намаз оқымау. Көптеген адамдар ораза ұстайды, бірақ 5 уақыт намазды оқымайды. Әсіресе сәрестен кейінгі таң намазын оқымайды. 5 уақыт намазды оқу плюс ораза ұстау сияқты да ол да парыз.
Құранға деген немқұрайлылық. Осы Рамазанда сіздің Құраныңыздың сөреде шаң басып тұрмағанына көз жеткізіңіз. Егер арабша білмесеңіз, онда Құранның аудармалары мен тәпсірін оқыңыз. Күнделікті тіпті 2 аяттан оқып бастасаңыз, сіздің иманыңыз көтерілген сайын одан да көп аяттарды оқи алатын боласыз. Жұмыс не емтихан салдарынан оразаны жіберіп алу. Емтихан мен жұмыс адамға оразаны жіберіп алуға мүмкіндік бермейді. Егер сіз өзіңіздің діни міндеттеріңізді орындасаңыз, Аллах еңбегіңізді жеңілдетіп, жасап жатқан ісіңізге көмек береді. Оған Аллах ойламаған жерден ризық береді. Ал кім Аллахқа тәуекел қылса, сонда ол оған жетіп асады. Сөзсіз Аллах өз бұйрығын атқарады. Расында Аллах әрбір нәрсеге бір өлшеу қойған деген. Әлеуметтік желілерде отырып алу. Бәрімізде азды көпті болсын уақытымызды әлеуметтік желілерде өткіземіз. Twitter, Facebook, Instagram және WhatsApp сияқты. Бірақ Рамазан айында оған бөлетін уақытты қысқартуға тырысыңыз. Ғаламтор желісінде иманыңызды арттырып, санаңызды ашатын пайдалы ақпарат қарауға да болады. Ораза мен диетаны араластыру. Кей адамдар арықтауға және салауатты өмір сүруге көмектеседі деген ниетпен өзін ораза ұстауға итермелеуі мүмкін. Бірақ егер сіз тек осы мақсатпен диета, арықтау сияқты ғана ораза ұстасаңыз, онда бұл құлшылықтың мақсатына қайшы келеді. Итикаф мүмкіндігін жібермеңіз. Егер де сізде Рамазанның қалған 10 күнін жамағатпен өткізу мүмкіндігі болса, оны жіберіп алмаңыз. Бұл құлшылық түрінің әсері зор. Рамазанның 27-ші түнін ғана құлшылықта өткізу. Кейбір адамдар Рамазан айындағы тақ түндердің көбісін елемей, тек 27-ші түнді ғана құлшылықта өткізеді. Дегенмен қасиетті Қадір түнінің дәл күні бізге белгісіз. Пайғамбарымыз оған Аллахтың сәлемі мен игілігі болсын, қасиетті Қадір түнін Рамазанның соңғы 10 күніндегі тақ 10 түндерден іздеңдер деген. Көптеген ғалымдар жазғандай, мүмкін бұл түн расымен де 27-ші күніне дәл келер, бірақ бізге оны Рамазанның соңғы әрбір 10 түнінде күту ұйғарылған. Абу Хурайрадан, оған Аллах разы болсын, жеткен хадисте пайғамбарымыз оған Аллахтың сәлемі мен игілігі болсын, былай деп айтқан: кімде-кім Рамазан айында шынайы сеніммен ораза ұстап, Аллахтың кешірімінен үміт етсе, Аллах оның барлық өткен күнәларын кешіреді. Кімде-кім қасиетті Қадір түнінде шынайы сеніммен құлшылық етіп, Аллахтың беретін сыйына үміт артса, онда оның барлық алдыңғы күнәлары кешіріледі деген. Сондай-ақ Аллахтың жомарттығын шектемеу керек. Егер ол қаласа, ол сізге 200 жыл бойына сауап береді. Бұл Аллах тағаланың кемеңгерлігі. Рамазанның соңғы күндерін ораза айт мейрамына дайындалуға жіберу. Кейбір адамдар Рамазанның соңғы күндерін ораза айт мейрамына дайындалуға жібереді. Тағамдар сатып алу үшін сауда орталықтарына барып, сөйтіп намаздарын қаза қылады. Әрі Рамазанның соңындағы құлшылықтарына немқұрайлы қарайды. Әсіресе оларды тозақ отынан, азаптан құтқаруды сұрауларына немқұрайлы болады. Пайғамбарымыз оған Аллахтың сәлемі мен игілігі болсын, Рамазанның соңғы күндерінде құлшылығын күшейтіп, жалбарына Аллахқа сыйынған, бірақ дүкендерге барған емес. Жақсы киініп және қонақтарына жақсы қарау да бұл да сүннет. Алайда осы игілікті айдың соңғы күндерін бұндай дүниелерге жұмсауға болмайды. Айшадан, Аллах оған разы болсын, келген хадисте Рамазанның соңғы күндері басталғанда пайғамбарымыз оған Аллахтың сәлемі мен игілігі болсын, белбеуін бекем байлайтын, яғни өз құлшылығын күшейтіп, әйелдермен жақындасудан тыйылатын, түні бойы ұйықтамай отбасын оятатын деген. Егер де мен видеом сіздерге ұнаса, арнама тіркеліп, лайк басып, қоңырау белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңызға рахмет. Сіздермен болған мен Гүлназ.